Иман аурухананың дәлізінде тұрып, өлім аузындағы әйелін жедел жәрдем көлігіне салып жатқанын қарап тұрды. Ол әйелін көзінен таса етпей, мұндай ауыртпалықтың өз мойнына артылатынына сенгісі келмеді. Иман бар назарын салып тұрды. Бірақ дәрігердің дауысы оны ауыр ойлардан жұлып алды. Иман ақ халатты қария сергек дәрігерге қарап, оның сөздерін түсінбей тұрды. Дәрігердің еріндері үнсіз қимылдағандай болды, ал Иман оның не айтқанын аңғаруға тырысты. Дәрігер қатаң көзқараспен науқастың күйеуіне қарап, мені естіп тұрсыз ба? Жақсы, тыңдаңыз, біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Әйеліңіз өлім аузында. Соңғы күндерін оны сүйетін адамның жанында өткісін. Тек қасында болыңыз, ол бұдан артық ештеңе сұрамайды. Кім біледі, бәлкім, Алла рахым қылар. Ата аяжан ғой, деді дәрігер, сәл кідіріп, мен сізге күтуші жалдамауға кеңес берер едім. Әрең дегенде 1-2 апта ғұмыры қалды, деп толықтырды. Дәрігер кетіп қалды, ауада дәрі-дәрмек иісі ілініп қалды. Иман тағы да жедел жәрдем көлігінің бағытына қарады. Олар оны күтіп тұр еді, бәрі қорқынышты түсті елді де, олардың үйіне жатты. Әйелін үйге әкелгелі 2 сағат өтті. Бірақ Иман мұнымен келісе алмады. Иман, жаным, жаныма келші, деп сырқат әйел әзер сыбырлады, бірақ күйеуі жақындамады. Рахмет саған, жаным, мені алып келгеніңе. Мен осында, бірге бақытты болған үйімізде, қасыңда өле кеткім келеді, деді ол. Ауыр қақырынып, Иман құлақтарын қолымен басып, креслоға ауыр денесімен отыра кетті. Кресло сықырлап қойды. Ол айқайлап жібергісі келді, бірақ үн шығармады. Иман диванды төсеп ұйықтап қалды. Ол әйелінің түнді өткізбей өліп кететініне үміттенді, бірақ оның үміті ақталмады. Иман оятқыштан 1 сағат бұрын оянып кетті. Кофе жасап алып, жатын бөлмеге кірді. Әйелі ұйықтап жатты. Тыныс алып жатты. Бұл жағдай оны қатты ашуландырды. Ол ашудан дірілдеп, әрең өзін ұстады. Иман ас үйге ұшып шығып, қолындағы шыны аяқты қабырғаға лақтырып жіберді. Қоңыр сұйықты кафель қабырғада ірі дақ боп ағып жатты, бірақ кафельдің өзі білінбеді. Иман ауыр күрсінді де, көзіне жас алды. Ол орындықта отырып, шарасыздықтан көз жасын төкті. Әйелін ауруханаға жатқызғанда қандай жеңілдік сезінген еді. Ол жаңа өмір бастай алады деп сенген. Ол өз ойларына соншалық батып кеткен екен, ашу мен дәрменсіздіктен дірілдеп тұрғанын аңғармай қалды. Қоңырау соғылғанда есін жиды, есікті ашуға ұмтылды. Неге сонша күттірдің? Деп ренжіді жас әрі сұлу қыз, қолында 2 үлкен кофе стаканын ұстап. Тыныш. Әйелімді үйге қайтарды, деп сыбырлады Иман. Ол үрейлене жан-жағына қарады. Әйелі өздігінен тұра алмайтынын білсе де, бәрібір алаңдады. Ал қыз ештеңе болмағандай пәтерге кірді. Ол әйел ауруханада жатқанда бұл үйге әбден үйренген еді. Қыз ас үйге өтті. Иман ашуланып, не істеп жүрсің? Егер ол естіп қойса ше, өзің айттың ғой, ауыр халде, тұра алмайды дедің. Жақындашы маған, сағынып кеттім, деп ашық сыбырлап, Айжан еркелей Иманға жабысты. Ол оны сондай құштарлықпен сүйді. Иман қарсы тұра алмады. Аяғында ол әйеліне су беріп, дәрісін ішкізіп, Айжанды душқа жіберді. Сол жерде олар жоспар құрып алды, қалай әйелінен құтылу керектігін. Иман болашақ еркін өмірді қиялдап, әйелінің артынан барлық мүлкін иемденетінін ойлады. Әйелі азаппен еңбек етіп жинаған бар байлығы енді оған қалатын еді. Ол кезде Айжанмен бірге ешқашан жұмыс істеудің қажеті болмайтын. Айжан кетіп қалды. Иман умирающая әйелінің жанында қалды. Ол әйелінің заттарын жинай бастады. Игорь Ернар толық сөмкені толтырып көлікке алып шықты. Артқы орындығын жайып, үстіне қалың көрпе төседі. Сосын қайтадан пәтеріне кіріп, бірден әйелінің бөлмесіне өтті. Әйелі оны көріп, бақыттан жарқырап кетті. Жаным, мен сені қатты сағындым. Сенің қасымда болғаның қандай жақсы, деді ол күлімсіреп, өйткені басқа еш нәрсеге күші жетпей қалған еді. Настя, тыңдашы, менің бір танысым бар. Егер медицинадан үміт болмаса, біз өз күшімізбен емделеміз. Мен сені қазір емшіге апарамын. Ол саған көмектесет, деді Ернар жалған айтып, оның көмескі тартқан көздеріне қарамауға тырысып. Ол әйелін қолына алып көлікке апарды.
Әйелі өте жеңіл болып қалған, сүйектен басқа ештеңе қалмағандай. Ернарға оны көтеру тіпті жиіркенішті болды, денесіне сіңген дәрілердің өткір иісінен жүрегі айнуды. Ол әйелін артқы орындыққа жатқызып көрпемен жауып, өзі рульге отырды. Көлік оталды да қала сыртындағы жолға түсті. 4 сағаттай жүрген соң, олар Ну орманға, тайгаға жетті. Алғашында Ернар оны жай ғана орманға тастап кетпек болды. Бірақ көзіне ескі, қаңырап бос қалған аңшының немесе шопанның үйі түсті. Ернар әйелін қолына алып, сол үйге апарды. Үлкен төсекке жатқызып, бір ауыз сөз айтпастан сыртқа шықты. Настя бәрін түсінді, Ернар оны осы иесіз үйде қалдырып кетіп бара жатқанын сезді. Ол күйеуіне қарап жатты, ал Ернар көзін тайдырып әкетті. Ол да бәрін түсінген еді, сыртта көлік моторы дүрсілдеп, көлік бірте-бірте алыстап кетті. Анастасия төсекте жатты. Ол бұрылуға да, орнынан тұруға да шамасы жетпеді. Аузы кеуіп, денесі жансызданып, дәрменсіз күйге түсті. Әжетханаға барғысы келгенімен көмектесетін ешкім болмады. Настя бірде ұйқыға кетіп, бірде қайта оянып жатты. Бір сәтте ол үйде жалғыз емес екенін түсінді. Міне, ішіп ал, жеңілдеп қаласың, деді бір ер адамның дауысы. Оның жүзі Настяның көзінен ыңқы көрінді. Анастасия бірнеше жұтым алды, ары қарай іше алмады. Сол кезде ер адам оның басын алақанымен демеп дәріні ішкізді. Бұдан соң ол қайта ұйықтап кетті. Кейін, қашан оянғанын білмей, ол өзін әлдеқайда жақсы сезінді. Оның қасында бір сақалды ер адам жүргенін көрді. Ер адам оған жымиып, қайырлы таң. Ақыры есіңді жидың ғой. Мен әрқашан айтатынмын, табиғаттың өзі емші, деді. Анастасия соңғы 4 жылда мұндай жақсы күйде болмаған еді. Ауру жоқ, көздері ашық, кеудесі толық тыныс алып жатты. Мені күйеуім осында келді. Мені дәрігерлер де, күйеуім де тастап кетті. Мен мұнда жалғыз өлемін деп ойладым, деді ол абдырап. Енді өлмейсің. Емдік шөптер көмектескен екен. Мен 2 ай бойы саған қарадым. Тіпті сенен үмітімді үзгенмін. Бірақ сен өмір үшін күрестің. Енді бұрынғыдай есіңнен танбайсың. Көресің, 2 аптадан кейін аяққа тұрасың, деді ер адам. Қорықпа, менің қасымда Дик бар, итім. Ол сенің аяғыңның ұшында ұйықтап жүрді. Сен оны байқамаған шығарсың. Бірақ ол жақсы ит сенің қасыңда болды. Мен орманға кеткен кезде де, деп жылы жымиып қойды ол. Күйеу мен әйел арасындағы некелер көкте қиылады. Бұл сынақ саған Құдайдан келген, деді ол салмақты үнмен. Кешіріңіз, сіз неге тайгада тұрасыз? Деп келет сұрады. Анастасия әңгімені өзгерткісі келіп, мен бе? Жұмыстан шығып қалдым, бәрін жоғалттым. Банк үйімді тартып алды. Қалада қайыр сұрап жүрдім, сол жерде Дикпен таныстым. Сосын тайгаға кеттім. Бұл үйді кездейсоқ таптым. Жергілікті ауыл адамдарына көмектесіп, азық-түлікке жұмыс істедім. Міне 2 жылдан бері осында тұрамын. Қалаға қайтқымақ келеді, бірақ қайтатында, баратында жерім жоқ, деді ер адам мұңайған жүмеспен. Олар таң атқанша әңгімелесті. Апта артынан апта өтіп жатты, ал Анастасияның жүрегінде алғыс сезіммен бірге махаббат бүр жарды. Екеуі бір-бірін сөзсіз түсінетін. Настя өмірінде ешқашан өзін осылай бақытты сезінбеген еді. Бір күні толықтай қалпына келгенде Настя кетуге шешім қабылдады. Ол кетуге бел буған кезде ер адам оны тоқтатпады. Іштей оның қайтып келмейтініне сенімді болды. Настя оған тым сұлу, тым ауқатты көрінді. Мұндай әйелдің Ну ормандағы кедейлік өмірге көндіге алмайтынын білетін. Ол Настяны ауылға дейін шығарып салды. Содан кейін Настя қалаға дейін жеткізіліп, ең алдымен өз адвокатына барды. Міне, сол кезде шынайы тозақ басталды. Күйеуі оны өлі деп ресімдеуге аз ғана күн қалғанын білді. Бірақ Анастасия бар күшін салып күресті. Бір күн емес, бірнеше күн сотта арпалысты. Ақыры сот шешімі жойылды. Содан соң Настя өзінің банк есеп шотындағы барлық ақшаны шешіп алып, жақсы инфрақұрылымы бар шағын қалашықтан кең, жақсы үй сатып алды. Ол күйеуі кепілге қойған көлігін де қайтарып алды, бірақ күйеуінің көзіне көрінген жоқ. Бірден көлікке отырып, сол тайгадағы иесіз үйге қайта жол тартты. Ол келгенде Леша сыртқа шықты.
Ол 2,5 апта бойы жоғалып кеткен сүйіктісін көріп, бақыттан жарқырады. Жинал, мен бізге үй сатып алдым. Дикті де ала сал, ауласы үлкен. Тек қысылма, сен менің өмірімді сақтап қалдың, ал мен саған жаңа өмір сыйлаймын. Деді Насте шаттанып сүйіктісін құшақтап. Кешке қарай олар жаңа заманауи коттеджге көшіп келді. Екеуі бірге өткізген әрбір сәттен рақаттанып отырды. Наста әлі де сенбей жүрді, ол тек тірі қалған жоқ. Сонымен қатар, Ну орманның ішінде өзінің шынайы бақытын тапқан еді. Ал Игорға, Ернарға соттан талап арыз келгенде, ол көзіне сенбеді. Әйелін тайгаға өлуге апарып тастағанына жарты жыл болған еді. Ол бірден не болып жатқанын түсінген жоқ. Сотта ол сау, көрікті әйелін көргенде сілейіп қалды. Оның жанында ірі денелі, сұлу жігіт тұрды, Настені құшағына алып, қорғап тұрғандай еді. Оның жанында Игорь шөптей жіңішке болып көрінді, ажырасу Игорь үшін аспаннан жай түскендей болды. Ол сот шешіміне қарап тұрып, өз көзіне сенбеді, енді оның ештеңесі қалмады. Әйелінің банктегі есепшоты, пәтері, тіпті ескі саяжайы да әйелдің атына рәсімделген екен, ал өзі ше. Еш жұмысы жоқ, білімі де жоқ, өз бетінше өмір сүре алмайтын дәрменсіз адамға айналды. Әрине, жаңа көңілдесі оны әлдеқашан тастап кеткен болатын. Игорь бұрынғы әйеліне ұмтылып барып кешірім сұрамақ болды. Бірақ оны көргенде ірі денелі жігіт Настаны тасада қалдырып жол бермеді. Игорь батылы жетпей кері шегінді, әдемі жұпты үнсіз қарап шығарып салды. Бәрі бітті. Ернар бұрын әйелін тайгада өлімге тастап кеткенде өзін сондай бақытты сезінген еді. Жас көңілдесімен көңіл көтеріп жүріп, тағдырға күн сайын алғыс айтатын. Ал енді ше? Енді анасына қайтып барып, оның мойнына асылуға мәжбүр болды. Ол жағдайын айқын түсінді. Енді ешқайда жұмысқа тұра алмайды. Өмірін қайта бастауға шамасы да жоқ. Кеш батқанда, жазың жылы кешінде, Анастасия бақтағы кең орындықта сүйіктісінің иығына басын сүйіп отырған еді. Ер адам оны құшағына қысып отырды. Насте бұдан бұрын ешқашан өзін осыншама бақытты сезінбеген. Ол болашақ жарына қарап отырып, оның арқасында өмірінің сақталғанына алғыс айтты. Егер ол болмаса, Насте әлдеқашан тайгада жан тәсілім еткен болар еді. Ал ер адам Настеға қарап, оның махаббатына, жаңа үйіне, жаңа жұмысына, жаңа өміріне алғыс айтты. Егер Насте болмағанда, ол өмір бойы Ну орманда жалғыздықта өтетін еді. Олар бір-біріне тағдыр жіберген сый секілді еді. Ғашықтар бақта жаңбырдан кейінгі шөп иісін жұтып, бір-бірінен бақыт тапқан сәттің рахатын сезініп отырды.